Озаттар оза шапты. Алматыдағы мектеп оқушылары арасында өткен Қасыл Қатықбаев атындағы жарыстың жеңімпазы анықталды. 3 кезеңнен сүрінбей өткен тәлімгер жоғары оқу орнына тегін білім жолдама алды. Ал бірінші, екінші және үшінші орынды иеленгендерге қаржылай сыйлық берілді. 10 күнге жалғасқан додаға әу баста 200 үміткер қатысса, ақтық мәреде бақ сынауға 30-ы қалыпты. Түлектер бірінші тест тапсырған, кейін ана тілінде ойын еркін жеткізу деңгейін бақылау мақсатында эссе жазса, соңында ұстаз болған жағдайда ұстанар жобасын қорғаған. Осы сыннан сүрінбегендер сараланып салтанатты түрде марапатталды. Қала әкімі Бауыржан Байбек мемлекеттің мықтылығы білімді азаматтармен өлшенетіндігін жеткізді. Түлектерге ақ жол тілеп, сындарлы сәттен абыроймен өтулеріне тілекші екенін айтты. Елбасы өздеріңіз білетіндей 5 әлеуметтік реформаны айтты. 20 мың грант қосылады. Мынау мына жеке қордан тағы гранттар қосылған деген сөз ғой. Ол елбасының саясатын қолдау. Мына отырған біздің шәкірттеріміз болашақта дамыған елде тұрады деп мен сенімдімін. Білімнің арқасында тек қана білім, басқа амал жоқ бізде. Ұстаз болуды мақсат еткен жеңімпазда Қазылар алқасының алдында мұғалімдік міндетті атқарып жүрген сала маманы ғылыми тілмен тәлімгерге дәрісті түсіндіру қате екенін айтып, мойындатып шыққан. Физика-математика факультетінде тегін оқуға мүмкіндік алған грант иегері жарыстан кейін білімге деген жігерім одан әрі артты дейді. Менің ойымша оқушыға ешқашанда кітаптың тілімен сабақ түсіндірмеу керек. Кітаптың тілімен ғылыми тілде жазылған тіл ол оқушыға ғана емес, тіпті үлкен адамдардың өзіне қиын. Оларды қызықтырып, өмірлік мысалдар келтіре отырсақ, бала оны қызықпаса да түсініп алады деп ойлаймын. Менің жеңіп алған грантым Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеттің гранты. Бірақ бүгін мен үшін өте күтпеген жаңалық болды. Мен өз физика-математиканы таңдап, мұғалім болмаса онда ғалым да болғым келеді.